Сәлем, бұл Миратрикс. Өткенде Супермен трейлерін шолғанда ең алғашқы Супермен Кристофер Рив туралы айтқан едім, комментарийде бұл кісінің өмірбаяны сендерге қызық боп көрінгендей болды. Ендеше біраз шықпаған өмірбаян айдарына қош келдіңіздер. Кристофер Рив туралы айтқанда Супермен туралы айтпауға болмайды. Не дегенмен бұл фильм актердің басты жұмыстарының бірі, оны аңыз еткен картина, сонымен қатар киноға тигізген әсерде мықты кино. Содан бастайын. 1970 жылдардың соңында Голливуд жаңа дәуірге аяқ басты. Бұл үлкен бюджетті фильмдер мен арнайы эффектілер заманы еді. Көрермендерді таңғалдыру үшін студиялар жаңа кейіпкерлерді іздеді. Жұлдызды соғыстар сол кезде пайда болды. Жақтар деген фильм сол кезде пайда болды. Бірақ жаңа кейіпкер табудың орнына бір студия ескі аңызға оралды. Оның аты Супермен. Супермен фильмі туралы идея 1973 жылы продюсер Илья Салкиндке келді. Ол DC комикстен құқықтарды сатып алып, сценарий жазуға атақты крестный отец авторы Марио Пьюзоны шақырды. Алғашында режиссер ретінде Гай Хэмилтон тағайындалды, бірақ Ұлыбританиядағы салық мәселелеріне байланысты оны Ричард Доннер алмастырды. Доннер немесе Доннер материалға салмақпен кіріп, оқиғаға эмоционалды тереңдік пен реализм қосуды жөн көрді. 1977 жылы Супермен фильміне дайындық басталып кетті. Мақсат Америкаға үміт пен батырларға деген сенімді қайта оралту еді. Бірақ басты мәселе бір ғана. Көрермен шын мәнінде ұша алатын адамға сенуі керек еді. Ол үшін тек дұрыс актер табылуы тиіс болатын. Кастинг аңызға айналды. Роберт Редфорд, ол кездегі Брэд Питт, Бёрт Рейнольдс, ол кездегі, Джордж Клуни, Шварценеггер, Сталлоне, тіпті Мухаммед Али сияқты есімдер кастингке келіп кеткені бар. Бірақ режиссер Ричард Доннер бізге жұлдыз емес, шын Супермен керек деді де, көрермен ол адамды бұрын көрмегені дұрыс болады деп шешті. Ол экранда Суперменге емес, нағыз адамға сенуі керек деген бір ой ұстады. Содан Кристофер Рив ол кезде 24 жастағы театр актері еді. Бойы ұзын, келбеті жарқын, тік қараған көзімен сендіре білетін жас жігіт, ол кастингке келгенде алдымен Кларк Кент болып көрінді. Ұяң, сәл ыңғайсыздау, бірақ бір сәтте-ақ өзгеріп, өз-өзіне сенімді, мызғымас қаһарманға айналып кеткені бар. Мұны ойнап көрсету мүмкін емес. Ол сондай адам еді, өзінің табиғаты сондайды. Рив жай ғана актер емес еді. Ол Принстон мен Корнелл университеттерінде оқыған, кейін Джулиард мектебінде білім алды. Онда Робин Уильямспен бірге оқыды. Олар өмір бойы дос болып келді. Атақты Робин Уильямс. Оның да өмір баяны күрделі. Қаласаңыздар ол туралы да айтып берем, комментарийге жаза кетіңіздер. Кристофер Рив классикалық сахнаны армандаған. Шекспир, Чехов шығармаларын ойнағысы келді, бірақ өмір оған басқа жол дайындады. Рив Супермен рөліне дайындалу үшін Дарт Вейдердің рөлімен танымал Дэвид Праустың жетекшілігімен арнайы жаттығудан өтті. Жаттығулар түсірілім кезінде де жалғасты. Содан бірінші күндері түсірілген сахналарды қайта түсіруге тура келіпті. Кристофердің дене бітімі қатты өзгерген екен түсірілім кезінде. Фильмнің басты мақсаты көрерменге Суперменнің ұша алатынын сенімді көрсету. Зоран Перишич бастаған арнайы эффектілер тобы қос объективті жүйені ойлап тауып, ұшу көріністерін шынайы етіп көрсетті. Сонымен қатар Колин Чилверс басқарған команда Суперменнің плащын қозғалысқа келтіретіндей арнайы сымдар мен моторлар қолданды. Бұл жаңалықтар фильмге визуалды эффектілер бойынша арнайы Оскар сыйлығын алып келгені бар. Супермен бірден табысқа жетті. Кристофердің Супермені батыл ғана емес, жүрек жұмсақ, шынайы, адамға тән сезімдерге толы болды. Ол жай ғана костюм киген батыр емес, нағыз адам боп көрінді. Көрермен алғаш рет супер қаһарманға шынымен сенді. Оған дейін де супер қаһармандар туралы туындылар шығып тұратын, бірақ үлкен бюджеті бар, үлкен экранға шыққан, ең бірінші болып шыққан фильм осы Супермен болып саналады. Фильм 1978 жылдың ең кассалық туындыларының бірі болып айналды. Бүкіл әлем бойынша 300 миллион жинады. Ол қазіргі санмен санағанда миллиардқа жетіп қалған деп айтсаңыздар да болады. Өйткені инфляциясы бар деген сияқты. Ол супер қаһармандар туралы фильмдерді балалар үшін ғана емес, ересек көрермендерге де қызықты бола алатынын дәлелдеді. Бұл табыс кейінгі 10 жылдықтағы комикс адаптациясына жол ашты. Фильм сыншылардан жоғары баға алып, ақш конгресінің ұлттық кино тізіміне тарихи, мәдени және эстетикалық құндылығы үшін енгізілді. Кристофер Ривтің Супермен бейнесі көрермендер жүрегінде мәңгі сақталды.
Әрине содан кейін сиквелдер, түрлі фильмдер, драмалар, триллерлер, романтикалық фантастикалар, мысалы культке айналған Time After Time деген фильм болды Кристофер Ривте. Рив Суперменді 4 рет сомдағанымен өзін бір ғана рөлмен шектегісі келген жоқ. Ол өзін әртүрлі рөлдерде көрсетуге тырысты, режиссурамен айналысқаны бар, бірақ Голливуд бір бейнеге байлап қоятын жүйе. Одан құтылу оңай емес еді. 1995 жылы Ривтің өмірі күрт өзгерді, түбегейлі өзгерді десек болады. Атпен жарыста құлап, ол мойын омыртқасын сындырып алды. Денесі толық сал болып қалды. Бірақ сәтте өмірі экраннан тыс мүлдем басқа арнаға бұрылды десек болады. Көп адам мұндай жағдайда сахнадан кетер еді, бірақ Рив керісінше күресті бастады. Ол параличпен өмір сүретін адамдардың құқығын қорғауға кірісті, ақш конгресінде сөз сөйледі, қайырымдылық қорын құрды, ғылым және медицина дамуына күш салды. Онысы былай тұрсын, ол қайтадан экранға оралды. За кулисами деген фильм болды, кадрдан тыс дейміз ба, қайтамыз. Сол фильмді түсірді және онда өз тағдырын бейнеледі десек болады. Ол бұрын мен батыр рөлін ойнадым, ал қазір мен сол батырдың өзімін деді. Негізі Кристофер Ривтің юморы жақсы еді өмір бойы, және сол юморын Кристофер Рив жоғалтқан жоқ. Ол бір сұхбатында Супермен болғанда бәрі мені жай актер деп ойлайды. Арбада отырғанда нағыз мені көрді деп айтқаны бар. Кристофер Рив 2004 жылы өмірден озды. Жасы небәрі 52-де еді, бірақ ол артында үлкен мұра қалдырды. Ол адам рухының күші, үмітке деген сенім, қайсарлықтың үлгісі. Бүгінде супер қаһармандар киноиндустрияның негізіне айналды. Олар тауар, франшиза, миллиардтық жобаларға атсалысты. Бірақ көпшілік үшін бір ғана шын Супермен бар, ол Кристофер Рив. Ол бізді адамның ұша алатынына сендірген кісі. Бірақ ең бастысы, ол ұша алмаса да рухымен көкке самғады десек болады. Осындай шағын ғана өмірбаян болды, көптеген жұмыстарын атаған жоқпын, дегенмен өмірінің үлгі бола алатын нүктелерін атап кеттім деп ойлаймын. Басқа менің айтарым жоқ. Келесі көріскенше жақсы кино көріңіздер.